Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Жарқын Аспан Зарғыз алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Дәмханалар мен мейрамханалар күн сайын жүздеген адамға қызмет көрсетеді. Бұл нысандарда газ плиталар, қуат электр құрылғылары мен тез тұтынатын материалдар жиі қолданылады. Ал мұндай жағдайда қауіпсіздік ережелерін елемеу неліктен апатты салдарға әкелуі мүмкін. Қарағанды тамақтандыру және сервис колледжінде кәсіби бағдар беруге арналған фестиваль өтті. Мектеп-интернат тәрбиеленушілері қандай станциялардан өтті, тағамның неше түрін өз қолдарымен жасады. Бұл туралы мен Айымғалым қызы бірер сәттен соң баяндаймын. Шаһарымызда 9 құмалақтан Қазақстан чемпионаты басталды. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 200-ге жуық адам қатысып жатыр. Бұл туралы сәлден кейін. Қарағанды облысы экономика дамуының оң қарқынын сақтап отыр. Жыл басынан бері өсім шамамен 13%-ды құрады. Биылғы жылы өңірдің қаңтар-наурыз айларындағы әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылары аппараттық жиында баяндалды. Қарағанды облысы 3 айда 1 триллион теңгеге жуық өнеркәсіптік өнім өндірді. Жыл басынан бері өсім шамамен 13%-ға өскен. Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, инвестициялар тарту, құрылыс жұмыстары және басқа да бағыттар жоғары нәтиже көрсетіп отыр. Промышленности ФО составил 115,1%, в том числе в обработке 116,8%. Рост обеспечен в машиностроении, черной и цветной металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий. Также стройиндустрии, химической и легкой промышленности, производстве продуктов питания. Жыл соңына дейін 30-дан астам инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Оның 17-сі өнеркәсіп саласында. Нәтижесінде 2,7 мың жұмыс орны ашылады. Саран индустриалдық аймағында ыстық мырыштау және болаттық тігісті құбырлар шығаратын 2 жаңа зауыттың құрылысы аяқталады. Сондай-ақ биылғы жылы Silk Road Electronic зауытында Samsung теледидарлары мен кір жуғыш машиналарын шығару басталады. Кеңесте тұрғын үй құрылысы туралы да сөз болды. Жыл басынан бері 54 мың шаршы метрге жуық тұрғын үй пайдалануға берілді. Әлеуметтік осал топтарға жататын азаматтарды баспанамен қамтамасыз ету үшін бастапқы нарықтан пәтерлер сатып алынып жатыр. Бұл мақсатта республикалық бюджеттен қаражат бөлінген. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуді тапсырды. Негізгі міндеттердің бірі инвестиция тарту және тұрғындарды жұмыспен қамту. Ақкүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Теміртау автожолында цемент бетон жабынындағы ақауларды жою жұмыстары басталды. Жөндеу барысында 240 бетон плита ауыстырылып, ұзындығы 11.712 метр жарылған жерлер жабылады. Барлығы 15,6 шақырым жол жаңартылмақ. Мердігер ұйым 14 сәуірден бастап іске кірісіп, жазғы құрылыс маусымы аяқталғанша жұмысты тәмамдауды жоспарлап отыр. Қазавтожол акционерлік қоғамы облыстық филиалы директорының міндетін атқарушы Рафаэль Бектеміровтің айтуынша, жол жөндеу жұмыстары күнделікті бақылауда. Қарағанды Теміртау бағыты орталық пен оңтүстікті байланыстыратын стратегиялық маңызды дәліздің бір бөлігі болғандықтан, жол қозғалысына ішінара шектеулер енгізіледі, алайда тас жол толық жабылмайды. Айта кетейік, бұл автожолда алғашқы күрделі жөндеу жұмыстары 2017 жылы Нұрлы жол бағдарламасы аясында жүргізілген болатын. Алайда цемент бетон жабыны салынғаннан кейін көп ұзамай жарықтар пайда болып, жүргізушілердің наразылығын тудырды. Алғашқы мердігер Сесер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сот шешімімен банкрот деп танылып, қалған жөндеу міндеттемелері Прогресс KZ компаниясына жүктелген болатын. Ақкүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, Айнар Дәуренұлы, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында 582 қоғамдық тамақтану орны, яғни мейрамхана, дәмхана, асхана мен тез тамақтану нүктелері жұмыс істейді. Бұл нысандар күн сайын 100-ден адамға қызмет көрсетеді. Ал олардың ғимаратында отқа қауіпті жабдықтар мен материалдар көптеп кездеседі. Сол себепті төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері шаһарымыздағы бизнес өкілдерімен кездесті. Төтеншеліктер дөңгелек үстелді адам көп шоғырланатын орындарда өртті алдын алу мақсатында ұйымдастырып отыр. 2025 жылдың қаңтар-сәуір айлары аралығында тамақтану нысандарының бірінде өрт оқиғасы тіркелген. Мамандардың пікірінше, мұндай мекемелерде ас үйлік құрал жабдықтар, жылу мен электр қондырғылары, желдету жүйелері, тез тұтынатын материалдардың болуы өрттің шығу қаупін арттырады.
дөңгелек үстелге жиналған себебіміз мейрамханаларда, кафе, ресторандарда, тағы да басқа кішкентай нысандарда тамақ беріп тамақтандыратын ол жерге біз халықтарға өрт қауіпсіздігін ережелері мен нұсқаулықтарының сақталуы, қалай өрт болған кезде, не жағдай болған кезде соның бәрін сақтауға үйретеміз, көрсетеміз. Сосын кейін бір нұсқаулықтар болса, олар жағынан бір сұрақтар болса, соларға жауап береміз. Осыған байланысты төтенше жағдайлар қызметі бірқатар бағыттарға ерекше назар аударды. Өрт дабылдар мен эвакуациялық жолдардың болуы, қызметкерлерді қауіпсіздік ережелерімен таныстыру, алғашқы өрт сөндіру құралдарының бар жоғы, профилактикалық тексерулер мен түсіндіру жұмыстары жүргізілмек. Өрт болған кезде негізі үлкен материалдық шығын, одан адамдар зардап шегеді. Сосын кейін көбінесе бизнес шығынға батады. Сол үшін ондайларды болдырмау үшін сондай нұсқаулықтарды үйретіп айтамын. Сонымен қатар мамандар жиын барысында электр құралдарын ерекше назарда ұстау керектігін, кәсіпкерлерге ақаулы құрылғыларды пайдалануға қатаң тыйым салынғанын ескертті. Жақында той маусымы басталатындықтан төтеншеліктер профилактикалық жұмыстарды одан ары күшейтіп, бұл бағыттағы іс-шараларды әлі де жалғастырмақ. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аманат партиясы жанындағы Қарағанды облыстық жастарды қолдау жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Жиында жазғы маусымда жастарды жұмыспен қамту мәселесі қаралды. Әлеуметтік қолдау бағдарламалар мен тұрғын үйге байланысты тақырыптарды талқыланды. Облыстық кеңестің отырысына 20-ға жуық адам қатысты. Олардың қатарында жастар саясаты мәселелері мен білім басқармаларының өкілдері бар. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы баяндамашылары да өзекті сұрақтарға жауап берді. Бүгін кеңесте осы Жасыл ел бағдарламасы бойынша жастарды жұмысқа орналастыру мәселесі, кейіннен жастарға берілетін гранттар, сонымен қоса олардың үймен қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады. Ол бойынша басқармалардың басшылары бізге есеп береді. Өзіміздің қоятын сұрақтарымыз бар әрине. Осы Жасыл ел гранты бойынша қанша әлеуметтік қорғалмаған отбасының балалары қамтылған. Сонымен қатар гранттер комиссиясы мүгедек жандарға қанша грант бөлінген туралы сұрақтар қойғымыз келеді. Кеңес мүшелері мемлекеттік орган өкілдерімен ой талқы жүргізіп, өз пікірлерін жеткізді. Жиын барысында белгілі болғандай қазіргі таңда Жасыл ел бағдарламасына 4,5 мың жас белсене қатысып жатыр. Олардың қатары жыл сайын өсіп келеді. Әлеуметтік қолдау бағдарламалары бойынша 50 кәсіпкерге грант беріледі деп жоспарланған. Айта кетсек, аталмыш кеңес жастардың әлеуметтік білім беру кәсіпкерлік салаларындағы мәселесін талқылап, шешуші жолдарын ұсынатын кеңесші кеңестік орган. Басқосу нәтижесінде көтерілген сұрақтар мен оларды шешуге бағытталған ұсыныстар айтылды. Айым Ғалымқызы, Айнар Дәуренұлы, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлттық кітап күні аясында парламент мәжілісінің депутаты Ринат Заитов шаһарымызға келді. Халық қалаулысының бұл іс-сапары оқу мәдениетін және әдебиеттің қоғам өміріндегі рөлін насихаттауға арналған. Депутат Ринат Заитов Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды зерттеу университетінің студенттермен кездесу өткізді. Білім алушылармен бірге әдебиеттің жеке тұлғаны қалыптастырудағы, дамытудағы әсер талқыланды. Саттар Ерубаевтың «Менің құрдастарым» кітабына ерекше назар аударылды. Бұл туынды жастардың арманға адалдығы мен қоғам алдындағы жауапкершілігін бейнелейтін шығарма ретінде таңдалып алынған. Бұл іс-сапардың мақсаты енді ол қазір Қазақстан бойынша жүріп жатқан үлкен ауқымды жоба. Аманат партиясының кітап аманат жобасының аясында барлығы қазір өздеріңіз білесіздер, жаһандану заманында, бүкіл ақпараттық кеңістік кеңінен ашылған заманда біз адам баласы бір нәрсеге келіп айналып келдік. Ол не? Білімсіз күнің жоқ, оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ теориясына қайтып келдік. Сондықтан қазір енді әлеуметтік желіде көбі жеңілдеп минимализммен өмір сүріп жатқанда кітап оқу дәстүрі үзіліп қалмау үшін барынша қызық болады деген оймен мәжіліс депутаты болсын, қоғам қайраткерлері осылай бір-бір кітаптың өзін жастардың арасында насихаттап, соның оқылуына ықпал ету мақсатында
талқылап, енді ол желеу ғана ғой, біздікі ақпарат беру кітап жайында, ал кітап оқу мәдениетін қалыптастыру басты мақсат. Студенттер цифрлық дәуірдегі кітаптың маңыздылығы туралы өз ойларымен бөлісті. Сондай-ақ оқудың өзін жақсы түсінуге, өмірлік маңызды сұрақтарға жауап табуға қалай көмектесетіні туралы ой жүгіртті. Бұл Аманат партиясында қазір осы кітап Аманат жобасынан кейін жалпы өзіміздің тұрақты жүріп жатқан жас қаламгерлерді қолдау, ол жылда болып жатыр. Енді сол жас қаламгерлермен, жас авторлармен оқырманның тікелей табысуына және олардың үнемі қарым-қатынаста болуына ықпал етуге қазір көп қадамдар жасалып жатыр осы кітап Аманатының аясында. Депутат Қарағандыға іс-сапармен келгенде алдымен оқырман отбасы республикалық байқауының гран-при иегері Тәжібаевтар отбасына арнайы барудан басталған. Содан кейін Абай ауданына қарасты Құрмен ауылына барды. Мұнда Зайытов Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің жоғары сынып оқушыларымен ашық кездесу өткізді. Аружан Ерланқызы, Досжан Төлеутай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен тіл үйретудегі жасанды интеллектінің рөлі тақырыбындағы облыстық семинар тренинг өтті. Іс-шараға арнайы спикерлер шақырылып, 50-ден астам маманға жаңаша дәріс жүргізілді. Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің базасында өткен тәжірибелік оқыту сабағы жасанды интеллекттің көмегімен тіл үйретудің жолдарын түсіндіру, тіл мамандарының кәсіби дағдыларын арттыру мақсатында жүргізілді. Семинарға өңірдегі тіл бөлімдерінің басшылары, жауапты мамандары мен тіл оқыту орталықтарының директорлары, әдіскерлер және оқытушылар белсене қатысты. Бүгінгі семинар тренинг тіл саласындағы маңызды бастамалардың бірі. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазір жаһандану заманында біз IT технологиясыз ешқайда қазір бара алмаймыз. Соның ішінде біздің бүгінгі семинарымызға тірек болып отырған бұл жасанды интеллект құралдарын жаңағы уақыт талабына сай пайдалану. Соған байланысты біз бүгін тіл саласында бүгінгі күні жұмыс істеп жүрген барлық тіл мамандарын шақырдық. Біздің оқытушыларға тіл үйретуде жасанды интеллектінің тиімді нейрожелілерін қалай тиімді пайдалану керек, солардың түрлерімен, мысалы лексикалық минимумды бекітуде қалай қолданамыз тиімді, немесе сөздік қорды бекітуде, грамматикалық құрылымдарды бекітуде, немесе қазір өзекті болып жатыр, аудионы мәтінге айналдыру, мәтінді аудиоға айналдыру, немесе мәтінді жүйелеп тауып алу, мәтінге тапсырма түрлерін, грамматикалық, морфологиялық құрылымдарды тиімді пайдалану, соларды қалай әзірлеу сабаққа. Әрі оқытушының уақытын үнемдейді, әрі соны тиімді пайдалану жолдарын бүгін біз бөлісіп жатырмыз. Семинар тренингтің арнайы спикерлердің бірі педагог-инноватор кітабының авторы Темірбек Академия негізін қалаушы. Темірбек Нұрғазұлы 2025 жылы трендте болатын технологиялармен таныстырып, жасанды интеллект мүмкіндіктері жайлы айтып берді. Маман цифрлық көмекшілер туралы баяндап, жасанды интеллект көмегімен презентациялар жасау әдістері көрсетілді. Әрбір маман қазіргі таңда технологиялық сауатты болу қажет. Өйткені дүниежүзілік экономикалық форумның жаңағыдай статистикалар бар. 2027 жылға дейін осы негізгі 3 жаңағыдай дағды бар. Біріншісі бұл шығармашылық ойлау, екіншісі аналитикалық, және де үшінші маңызды дағды осы технологиялық сауаттылық, яғни жасанды интеллект сауаттылығы. Осы үшеуі мықты болғанда ғана жаңағыдай әртүрлі компаниялар жетістікке жетеді деген болжам бар. Бірақ бұған дейін сол цифрлық сауаттылық топ 6 дағдының қатарында болған еді. Осыған орай бүгінгі кәсіби цифрлық шеберлікті арттыру мақсатында семинар өткізіп жатырмыз. Екінші спикер Алмагүл Ахмашқызы жасанды интеллектінің тіл үйретудегі рөлін жан-жақты жеткізді. Модульді бекітуге арналған веб-құралдар жайлы өз тәжірибесімен бөлісті. Қатысушылар бұл семинар тренингтің маңыздылығы жайлы айтып өз пікірлерін білдірді. Көптеген платформалар, бағдарламалармен таныстық. Алдағы уақытта біз өзіміздің саламызда, яғни тіл үйретуде көптеп қолданамыз деген сенім мол. Семинар тренинг соңында қатысушыларға сертификат табысталды. Алдағы уақытта осы бағытта бірлескен жұмыс жүргізуге келісім жасалды. Айым Ғалымқызы, Досжан Төлеутай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды тамақтандыру және сервис колледжінің ұйымдастыруымен алғаш рет кәсіби бағдар беруге арналған фестиваль өтті. Бұл шара интернат мектептерінің тәрбиеленушілеріне мамандықтар әлеммен танысуға, өз қабілеттерін байқап көруге мүмкіндік берді.
Эти полоски заранее раскатаны, нарезаны, готовы. Вам остается только Кәсіби бағдар беруге арналған фестивальде қатысушылар мини-пицца, сэндвич дайындау, капкейкті сәндеу, сүт пен какао арқылы латте артты үйренді. Көптеген қызықты ойындарда өздерін сынап көңіл көтерді. Ең бастысы өздерін жаңа мамандық иесі ретінде байқап көрді. Профиленд School деген үлкен іс-шара өтіп жатыр. Бұл іс-шара мектеп интернаттардың балаларына арналған, және де бұл іс-шара жұмысшы жылдар мамандығын бойынша атқарылып жатқан ең бірінші іс-шара деп айтсам болады. Бұл ориентациялық бағыттағы жасалып жатқан жұмыстың ерекше түрі, яғни бүгінгі түр жай ғана экскурсия ретінде емес, жай ғана мастер-класс ретінде емес, сонымен қатар квест ойын түрінде ретінде өтіп жатыр. Бір күнге колледж мамандықтар қаласына айналды. Шоу бағдарламасы аспаздардың флешмобынан басталды. Қатысушылар қызықты квесттерден өтіп шеберлік сабақтарға қатысты. Жас аспаздар маршрут картасы арқылы аспазшы профи, кондитер про, бариста класс, про сервис, наубайшы про 5 минут станцияларын аралады. Бізге өте ұнап жатыр. Біздің ерекше балаларымызға осындай бөлек бүкіл фондтан шақырып жатқандарына үлкен рахмет айтамын. Бүгін мастер-класстарымыз өте жақсы өтіп жатыр. Балаларымыз бүкіл станция деп айтады, өздері станциялардан өтіп жатыр. Ол кондитер про, пекарь про деген, бариста про деген. Соны балаларымызға өте ұнап жатыр. Сол шақырғанына өте үлкен рахмет айтамыз. Болашақта осылай қалдырмай шақырып отырса, келесі болашақта балаларымыз осындай мамандық бітіріп, жұмыс жасап, соған қуанамыз. Әр қатысушыға сертификат табысталды, әр өз қолдармен әзірлеген тағамдар тарту етілді. Ұйымдастырушылар аш көр таңдау ұранын ұстанған фестиваль жас ұрпақтың саналы кәсіби таңдауына бастар алғашқы қадам деген пікір білдірді. Айым Ғалымқызы, Айнар Дәуренұлы, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шағарымызда 9 құмалақтан Қазақстан чемпионаты басталды. Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенде турнирдің ашылу салтанаты өтті. Аталмыш жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 200-ге жуық адам қатысып жатыр. Дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан бұл ұлттық зияткерлік додада еліміздің барлық өңірінен ең үздік ойыншы бақ сынайды. Турнирдің мақсаты 9 құмалақты кеңінен насихаттау, жастар арасында танымал ету және еліміздің зияткерлік әлеуетін арттыру. Бұл чемпионат алдағы өтетін Азия чемпионаты және әлем кубогының іріктеу болып саналады. Бұл жарысқа 166 спортшы қатысып отыр. Олардың ішінде Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері деген сияқты үлкен спортшыларымыз бар. Барлығы 18 команда қатысып отыр. Тек қана Жетісу облысы мен Шығыс Қазақстан қатыса алмады, белгісіз себептерге байланысты. Қалған облыстан барлығы қатысып отыр. Рапидтің 7 кезеңі өткен. Ойынға 20 минуттан 40-қа дейін уақыт беріледі. Ал блиц шапшаң ойын. Ол 7-ден 14 минутқа дейін жалғасады. Жарыстың жабылу салтанаты 24 сәуір өтеді. Соңғы жылдары Қарағанды облысы осы спорт түрі бойынша даму қарқыны өте жоғары дейді мамандар. Қазіргі жарысқа қатысушылар 6 спортшымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері. 20 ойыншымыз халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 40 ойыншымыз Қазақстан Республикасының спорт шебері. Қалғандары спорт шеберінің үміткер және бірінші разрядты спортшылар. Шаһарымыз әлем чемпионы атанған Асылхан және Аңсаған қожа нәсіптер ойыншылармен танымал. Сонымен қатар 2023 жылы қаламыздан 6 спорт шебері шыққан. Ал Қазақстан Республикасының командалық чемпионатында Қарағанды бірінші орынға ие болған. Аружан Ерланқызы, Досжан Төлеутай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге айтарымыз осы. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-49 телефон бойынша хабарласуыңызға болады. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.